Шетелден арнайы тапсырыспен алдыртып, дәмін көргендердің арасында соншалықты қымбат, ақшасына лайықты емес екен деп, ал кейбірі ұнатқандарын айтып, құрамындағы қажетті заттарды іздеп тауып, өздері дайындап, желіге жарыса салған аты шулы Дубай шоколады қазір кейбір дүкендерімізде тұр. Осы Дубай шоколадынан кейін қазіргі хит болып жатқан, ішінде сүйегі жоқ, кәдімгі жүзімге қарағанда ірі болып келетін Қытайдың шайын мускат сортты тәтті жүзімін бір-бірінен қалмай тапсырыс беріп алдыртып жатқандар қатары көбеюде. Оның бірден-бір дәлелі, жеміс-жидек сататын сауда өкілдері күнде тапсырыспен алдыртып отырғандарын айтуда. Бұл жүзім өте қымбат, бір шоғы 5.000-нан басталады екен. Сондай-ақ желілерде бұл жүзімнің зиянды екені де жазылуда. Бұл жүзімге әуес болмаған жөн. Желілерде тайландтық зерттеушісінің мускат жүзімінің әр түрлі үлгісін алып зерттегенін, соның нәтижесінде ол жүзімдерден бірнеше улы химикаттарды анықтағаны айтылуда. Елдің қызығып тамсана айтып жүрген жүзімінің ішінен 24 түрлі улы химикат табылған. Осы жүзімдердің құрамынан табылған улы химикаттардың ішіндегі пестицид, жеміс-жидек болсын, бақша өнімдері болсын, олардың тез өсіп өнуіне әсерін тигізеді. Есесіне адам денсаулығына қауіпті, бауыр, бүйректі улануына алып келетін химиялық улы зат. Нутрициолог мамандар осылай деп дабыл қағуда. Шайын мускат жүзімін ең алғаш жапон фермерлері 2 сұрыпты жүзімді будандастыру арқылы ойлап тапқан екен. Қазірде бұл жүзім Қытайда өндірілуде. Сауда өкілдерінің айтуы бойынша, басында бұл жүзімнің өтімі онша жақсы болмаған екен. Қытайлық шайын мускат сортты жүзімінің аяқ асты сұранысқа ие болып, хитқа айналуына оның ірілігінен, сүйегінің жоқтығынан немесе дәмділігінен емес, TikTok желісіне бір-бірінен жарыса салып жатқан видеолардың әсері болған. Сол себепті де сұранысқа ие болып, бағасы да күрт өскен. Қадірлі оқырмандар, тіркелмеген кісілер болса, каналымды қолдап, тіркеліп кетсеңіздер екен, пікірлеріңізді қалдыруларыңызды сұраймын. Алдағы уақытта, Алла қаласа, әр түрлі қызықты мәліметтермен, пайдалы кеңестермен, елімізге танымал кісілердің өмірімен бөлісетін боламын.